Hello students, welcome back to online English lesson. In this lesson you are going to learn about the proposed clauses. Бүгінгі сабақ бізде құрмалас сөйлемдер, оның ішінде мақсат бағыныңқы құрмалас сөйлем. Жалпы құрмалас сөйлем дегеніміз бірнеше жай сөйлемден құралып, күрделі ойды білдіретін сөйлемдер. Қазақ тіліндегі баламасына келетін болсақ, мақсат бағыныңқы құрмалас сөйлем дегеніміз ол бағыныңқысы басыңқы сөйлемдегі ойдың мақсатын білдіреді, және де не мақсатпен, не үшін, неге деген сұрақтарға жауап береді. Мәселен, сөйлем талдайтын болсақ, өзін шаршатпайын деп үйге кіріп демалды. Бұл жерде басыңқы сөйлем үйге кіріп демалды, не үшін? Өзін шаршатпайын деп, яғни негізгі сөйлем бұл жерде үйге кіріп демалды. Ағылшын тілінде осындай сөйлемдерді жасау үшін бізге жалғаулықшылар қажет болады. Олар in order to, so as to және to үшін, для того, чтобы, немесе чтобы, және so that, in order that. Қазір біз осы жалғаулықшылардың айырмашылығы және қай жерде қолданылатынын білетін боламыз. So, clauses of propose are used to answer the questions why or what for. Бірінші формула clauses of propose plus infinitive. We play sport to in order to so as to keep fit. Яғни үшеуінің кез келген біреуін қолдануға болады деген сөз. We take holidays to in order to or so as to relax. Бұл жерде формула салатын болсақ to in order to and so as to propose clauses. Keep infinitive. Мына жерде relax infinitive. Next, екінші формула clause of propose plus subject plus verb. I'll take you shopping so that you can buy some new clothes. Please give me his number so that I can call him. Бұл жердегі негізгі айырмашылық бізде модальді етістік бар. Тағы бір қайталап өтетін болсақ, in order to, so as to және to plus infinitive. He works a lot to repay the loan. Ол не үшін көп жұмыс істейді? Кредитін төлеу үшін. We go to the gym to, so as to, in order to keep fit. They went to the hospital. In order to, they are friends. Олар не үшін ауруханаға барды? Досын көру үшін. In order to. Енді осы сөйлемдердің болымсыз формасы қалай жасалады? Біз in order to және so as to жалғаулықшылауларына not to жалғауын қосамыз, ал to жалғаулықшылауында болымсыз форма болмайды. Мысалы, I work hard not to be fired деп айта алмаймыз. I work hard in order not to be fired. We ordered a taxi in advance so as not to be late to the airport. Аэропортқа кешікпеу үшін біз таксиді алдын ала шақыртып қойдық. He spoke in a low voice in order not to wake her up. Оны оятып алмас үшін даусын бәсеңдетіп сөйледі. Яғни болымсыз сөйлемдер. In order not to, so as not to. Тек қана not to-ді біз қолдана алмаймыз. Next, модальді етістіктермен. The doctor is examining the patient so that he can find out what's wrong with him. Формула бойынша жүктейміз. So that. Мына жерде бізде subject және модальді етістік бар. Them will work hard for the next 3 months in order that he will. Next, she did her homework yesterday so that she could sleep a bit more in the morning. Қараймыз, негізгі сөйлем бізде өткен шақта тұр. Сондықтан бізде could модальді етістігін қолдандық. Tim booked 2 tickets өткен шақта тұр, және would модальді етістігін қолдандық. Екі сөйлем бізде өткен шақта. So, енді осы сөйлемдердің болымсыз формасы I closed the door in order that Jane couldn't, және we don't tell our granny the bad news so that she won't worry. Біз апаға жағымсыз жаңалықтарды айтпаймыз, ол уайымдамас үшін. Яғни болымсыз формасында тек модальді етістікке етістіктің болымсыз формасын қолдана саламыз. Енді қорытындылайтын болсақ, бізде қараймыз in order to, so as to plus infinitive. Егер мына жерде that болатын болса, ондан кейін модальді етістік болу керек. In order, so that, in order that, can немесе will. Яғни бағыныңқы сөйлем can немесе will немесе басқа модальді етістіктер тұратын болса, онда біз that пен жалғаулықшылауды таңдаймыз. So that, in order that. Ал infinitive тұратын болса, жай етістік. In order to, so